Қауым бүгінгі тойымыз бәрімізге ортақ, сондықтан бәріңізге қайырлы болсын деймін. Ал енді бағандан бері жақсы тамаша жылы сөздер айтып жатыр. Мен Амандың 60 жас өмірінің ішінде 37 жылын бірге келе жатырмын. Бақытпен қатар. Әріптес ретінде, өнерін қадірлеуші, өнерін сүюші дос ретінде. Кезінде 70-ші жылдары біздің замандастарымыздың ойында бар шығар, осы ауданда Павлодар қаласындағы Орфей деген ансамбльден кейін аудандардың ішінде бірінші болып, ол кездегі өте модный в то время дейді, орысша айтсақ, сондай бір вокалдық инструментальдық ансамбльді жастар деп осы Амангелді Шакенович құрған еді. Сол ансамбльде мен, сосын мына бүгін осында келіп отырған арқалық әншілер болдық, солист дейді ғой. Амангелдінің әндерін айттық. Ол ансамбльдің ерекшелігі енді аудандардың ішінде бірінші болып құрылғаны, өз алдына аппаратура аспаптардың тапшылығы, өз алдына көптеген қиындықтарға қарамай, сол ансамбль әр мекемеде істейтін жастардан жиналып, соның басын құрап, бір кісімен жұмыс істеу оңай болса, ұжыммен жұмыс істеу ол үлкен қиындық жағдай туғызады. Соған қарамастан Аман біздің ансамблімізді құрып, көптеген мәрелерден өткізіп, қалада, облыс бойында теледидар болсын, фестивальдар болсын, бәріне бізді алып барып, осындай бір танымал халыққа көз қуаныш болған ансамбль болғанбыз.